amal. Кейбір адамдар айтады, менің ешбір жұмысым болмай жатыр, жұмысым жүрмей жатыр. Ей, намаз оқысайса оқып жатырмын деп қояды. Ей, садақаң бер, беріп жатырмын, болмай жатыр. Еш осыдан құтыла алмай қалдым, еш болмай жатыр деген нәрсе жоқ. Біз Аллах Субхана ва Тааланы сондай ұлықта білуіміз керек. Ол аса қамқор, ол ерекше мейірімді. Бізге не керек? Не керек емес екендігінде өте жақсы білетін Аллах Субхана ва Таала шын ықыласыменен қылынған амалды ешқашан қайтармайды. Ешқашан қайтармайды. Бірақ бұған халыстық керек. Шын жүректі, шынайылық керек. Ана көз боямашылықпенен болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы хадис турасында да өте жақсы мысалдарды келтірген. Аллах Субхана ва Таала үш адамды шақырды дейді. Соның бірінші Алла жолында жихад қылып, шахид болған адамды. Екіншісі, Алла жолында малын берген, садақасын, зекетін берген, сонда бір бай адамды. Үшіншісі, күні-түні Алла жолында тәлімі, тәрбие берген қариды алып келді дейді. Содан Аллах Субхана ва Таала шахидтен сұрады. Сен не үшін шахид болдың деді. Осы жерде жақсылап түсінейік. Біз амалымызды Аллах үшін қылуды естен шығармайық. Бұл жерде қараңыз, Аллах Субхана ва Таала өзі біліп тұрып сұрап жатыр. Біздің барлық амалымызды, қандай амалымыз, бұл подвалда болсын, курортта болсын, басқа бір мемлекетте болсын, қай жерде істеген ісімізді де Аллахтың білетіндігіне жүректен сезінуіміз керек. Аллах Субхана ва Таала айтып жатыр, сен қандай амал істедің де шахид болдың дегенде де, я Рабби, мен өзімнің ыстық жаныма да қарамастан, әйелімнің жесір, баламның жетім болуына да қарамастан, сонда жихад қылып, Алланың жолында шахид болдым дегенде де өтірік айтып жатсың деді. Періштелер өтірік айтып жатсың деді. Қараңыз. Амалды қараңыз, амалды. Алла жолында шахид болған адам жайында болып жатыр бұл жерде. Сен деді адамдар батыр деп атауы үшін, адамдар мұна өте бір жақсы бір соғысады деген атаққа ие болу үшін, сен соғысып, өзіңше шахид болдым деп жатсың. Бұны тозаққа апарып тастаңдар деді. Алла жолында шахид болған адамды апарып тозаққа апарып тастады. Екінші байды шақырды. Алла жолында малын сарып қылған байды шақырды. Сен не істедің деп еді? Я Рабби, мен өзімнің малыма жанымды апарып, мен бәрін сарып қылдым. Сенің разылығың үшін сарып қылдым. Қараңыз. Аллах Субхана Таала өтірік айтып жатсың деді. Сен пәленші бай мынандай ақша, мынандай зекет берді, мынандай садақат берді, мынандай мешіт құрды, мынандай жол салт деген атақ алу үшін істедің. Ана дүниеде бүтін атағыңды алып болдың. Бұны да тозаққа апарып тастаңдар деді. Үшінші қариды шақырды. Сен не үшін тәлім бердің деп, я Рабби, сенің разылығың үшін Құраннан сабақ бердім мен. Хадистен сабақ бердім. Бүтін шариғат білімінен адамдарға сабақ бердім. Деген уақытында өтірік деді. Сен бұны Аллах үшін берген жоқсың деді. Сен осының барлығына өзіңнің атыңды шығару үшін істедің деді. Жақсы Құран оқиды, жақсы уағыз айтады, өте бір керемет деген атақты алу үшін істедің. Сен атағыңның бәрін дүниеде алып болдың деді. Бұны да тозаққа тастаңдар деді. Қараңызшы, біз өзіміздің амалдарымызға өте қатты мән беруіміз керек. Аллах Субхана ва Таала біздің амалымызға мұқтаж емес. Біреулер айтып қойды, мен аптасында жұмаға ғана барамды деп қойды. Сенің жұмаға келуіңе де мұқтаж емес Аллах Субхана ва Таала. Бұл жерде мен үш адамды айтып отырмын. Алла жолында шахид болған адам, мал, жанын сарып қылып, зекетін, садақатын берген адам, үшінші тәлімі, тәрбие берген адам, азаннан кешке шейін Құраннан сабақ берген адам жайында айтып отырмын. Сен аптасына бір рет жұмаға келіп даңдайшып қалмағын сен. Мен төлгі жұмаға ғана келіп отырмын деп тұрып, Құрансыз қалып кетпеуіңіз керек. Енді Құдай білетті, енді кімнің жәннатқа, кімнің тозаққа баратын деп, сізге светофор қойып қойды. Сол светофорда қызылда тұрған уақытта тоқтауыңыз керек.
Bunu koyup koygandı deb aparıp aydaydı bolsanız ne bolat? Avare bolasiz, özünüz ölesiz, yana da bireylерди öldüresiz. Sonday şeriat, bu Kur'an, bu siz bilen bizge berilingen Allah'ın sanı. Osu zang menen isteydim bolsak, osugan amal kıladın bolsak, erten Allah'ın rahmetinden ümit kıladın bolsak, Allah subhanahu wa ta'ala bizge özünün mengilik cennetini berip koyu bul hak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şeriflerinde cene keltiredi. Men ümmetimnin dedi, Allah'a serik kosup ketetinden katı korkam deydi. Bu sözü men olardan ayga, künge, nemesen butka tabınıp ketülerden mengzep turganım yok. Belkim meni korkutatan, olardan Allah'dan başka jasagan amalları men jasırın kalavları edi deydi. Karаңыз. Hakikattan işgaysımız bu künge tabınbayımız, ayga tabınbayımız, butka tabınbayımız. Bırak biz amallarımızda olsa riyamen istegen, pelençe meni maktasın, tügençe meni jakşılap durup aytıp жүрсün, mana halik bilsin de endi menin kim ekenimde degen amal bu şirk amalını alıp kelip koyar ekenini qarаңыз. Meni osa amaldan sak bolubumuz gerek. Erkaysımız. Sebebi riya bul kişi şirk dedi. Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой. Домбыраны ән айтып, харам дейді. Өлерді бәтнеттеп қойын. Ол мынандай. Ол мынандай нәрсе. Ұлттық нәрселер оған тыйым салынбайды. Шектен шығып кетпейінше. Шектен шыққан нәрсенің баршасына тыйым салынады. Мысалға, мына музыканы 3 топқа бөлген ғалымдарымыз. Негіз ғалымдар. Ол мына Саудияның ғалымдарын айтпағанда, Саудияның ғалымдары кейінгі мына енді 18-ші ғасырдан бері қарай шыққан, оның ішіндегі мына Ибн Фаузан Аль-Бани дегендер бар. Бұлар кешегі қайтыс болғандар 2000 жылдың ар жақ бер жағында. Бұлардың айтқаны дың еткен музыка шықса харам дейді болды. Бірден тыйып тастайды. Ол ненің үкімі болса да, оны мына хадиске сүйенеді. Кейінгі уақытта бір имамдар келеді, олар музыканы халал деп айтады, арақ ішуді халал деп айтады, жаңағы билеуді, әйелдермен билеуді халал деп айтады деген секілді бірнеше нәрселер айтылады. Соның ішінен олар тура сол музыка деген жерін кесіп алады, былай міне. Музыканы халал деп айтатын адамдар шығады деп. Ол емес. Ғалымдар 3 топқа бөліп тастаған бұны. Үлкен муштахид ғұламалар бөліп тастаған. Бұның бірінші топ ғұламалар, бұлар мына Испания бар ғой қазіргі, сол жерде кезінде Кордова халифаты болды. Сол Андалусияның Кордова халифатында өмір сүрген Захири мазхабы болған. Бұлар Дауд ибн Али деген атақты үлкен ғұлама кісінің жолын бастаған, Ибн Хазм аз-Захири шыққан, сол жердің ғұламалары музыка деген мубах деп айтқан. Әр адамның өз еркінде, харам деген оған байланысты дәлел жоқ деген, харам деп айтылған хадистің барлығы дені сау емес хадистер деген. Болады деген хадистің барлығы да сахих хадистер деп бекіткен. Ол көрсетпеген. Өзі хадисші кісілер. Екінші топтар бар, олар Саудияныкілер дың еткен музыка шықса харам деп айтқандар. Олар толығымен харам деушілер. Үшінші топ, бұлар орта жол ұстаушылар. Арам нәрселер адалы деп бөлгендері, рұқсат етілгендері деп. Бұлар не екен? Адамды қоздырып, шектен шығарып, селкілдетіп жіберетін музыкалар, олар харам деп айтқан, ал жаңағы баппен өз несінен аспайтын болса, деңгейінен аспайтын болса, оларға рұқсат берген, олар мына үлкен муштахид ғұламалар. Бұлар мысалға жаңа домбырамен, толғау айтылсын, терме айтылып жатсын, басқа болсын, барлық нәрсе оларға рұқсат берілетін. Ал бірақ мына дискотекада жын ұрған сияқтаны билеген кез өзін-өзі ұмытып кететіндер бар ғой жаңа, олардың бәрін харам деп айтқан, оған ешкім халал деп айтпаған ондай. Бірақ не екен, белгілі нәрселер бар, олар халал. Мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің имам Бухаридің кітабында бар. Пайғамбарымыздың үйінде Абу Бакр келсе, пайғамбарымыз арт қарап төсекте жатыр екен, Айша анамыз тұр, ана жерде бір екі қыз жаңағы күңдер ана барабанды ұрып,
өлең айтып тұрады, жаңағы барабан ұрып жаңағы билеп жатыр. Соны көрген кезде Абу Бакр ашуланып кетеді. Мазамиру шайтаны фи байти расулилла. Пайғамбардың үйінде мына шайтанның дауысын шығарып жатсыңдар ма деп. Сонда Айша анамыз бірден ана екеуіне ишарат етеді, бүйтіп көзбен екеуі шығып кетеді бірден. Сонда пайғамбарымыз айтты: "Ей Абу Бакр" дейді, "Тиіспей ақ қой, бүгін мейрам ғой" деп айтқан. Даңғырлатып жатқанға рұқсат беріп отыр. Бір, бұл кәдімгі сахих хадисте имам Бухаридің кітабында Айдайын дейді. Жаңағы мейрамдар бөлімінде келеді. Екінші көретін болсақ, тура сондай бір кісі қызын тұрмысқа берген. Тұрмысқа берген уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ана дуф" деп айтқан, олар барабандары бар қолдарында ұратында. Сол барабандарымды ұрып білдірдіңдер ме дейді, той болып жатқан, үйленіп жатқан дейді. "Жоқ" деп айтқан. Неге ұрмадыңдар деп айтқан. Ана барабанды ұр, домбыраны тартын, екеуі бір емес бұл. Жоқ, барабан болады, домбыра болмай ма? Ондай емес. Ол ұлттық нәрсеге рұқсат берілген, оған талас жоқ ешқандай. Бірақ жаңа шектен шығып кетпеу керек екен. Шектен шығатын нәрселер бар, жаңа адамды қоздырып, ана жын ұрған сияқты, рок дей ма, шаштарын жалбыратып алып, тоқ ұрған сияқты билейтіндер бар ғой. Олар харам, ондай нәрселерге ол шектен шығу көрініп тұр. Ал бірақ негізгі нәрселер бар, оған рұқсат етілген. Соның үшін кез келген нәрсе